Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін пайдалы ақпаратпен бөлісеміз. Кептірілген өрікті көп тұтынасыз ба? Кептірілген өріктің біздің денсаулығымызға қандай пайдасы бар? Кептірілген өріктің пайдасы ұшан теңіз. Ең алдымен сүйектің қатаюына, сүйек тіндерінің нығаюына, балаларға, жасөспірімдерге көбірек берген жөн. Сүйегі сынып, қайта біту кезінде де көмегі мол. Кептірілген өріктің құрамында калий және магний бар. Ол қан қысымын ретке келтіреді және іш қату кезінде асты жылдам қорытып, іш жүргізеді. Жүрек қан тамырлар ауруына өте пайдалы. 100 грамм кептірілген өріктің құрамында күнделікті тұтынатын магнийдің 1/4 бөлігі, калийдің 50% бар. Жүрек ақауы бар жандарға тұрақты тұтынған жөн. Тағы бір пайдасы көздің көруін жақсартады. Анемияда да пайдасы бар. Соңғы пайдасы ағзаны токсиндерден тазалайды. Олай болса, күнделікті дастарханымызға тәтті кәмпиттердің орнына кептірілген өрікті қойыңыз, жиі пайдаланыңыз. Видео пайдалы болса, маған лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.